Оқушылар, біз Виет теоремасын және оған кері теореманы қолдануға есептер шығаруды жалғастырайық. Бізге мынандай теңдеу берілген, есеп берілген. 2х квадрат азайтылған 7х азайту 3 тең болатын 0 квадрат теңдеуінің түбірлері x1 және x2 болсын. Түбірлері келесі сандар болатын квадрат теңдеуді құрастырыңыз. Яғни екі есеп бізде берілген. Бірінші жағдайда x1 минус 2 және x2 минус 2. Сонда біз қазір не істейміз? Яғни біз түбірлері x1 минус 2 болатын және x2 минус 2 болатын жаңа бір квадрат теңдеу құрастыруымыз керек. Ол квадрат теңдеудің айнымалысы айталық y пен белгіленетін болса, сонда біз қазір y квадрат қосылған by қосу c тең болады 0 деген жаңа бір теңдеу құрастырамыз. Біздің мақсатымыз b және c коэффициенттерін табу болады. Бұл есепті шығару үшін алдымен Виет теоремасын жазып қояйық. Виет теоремасын берілген мынау квадрат теңдеу үшін жазайық. Теңдеудің түбірлерінің қосындысы x1 және x2. x1 мен x2-ның қосындысы неге тең болады? Виет теоремасы бойынша минус b бөлінген a, яғни минус 7 бөлінген 2-ге тең. Яғни плюс 2-ден 7-ге тең. x1 мен x2-ның көбейтіндісі c бөлу a-ға тең. Яғни минус 3 бөлінген 2. Минус 2-ден 3-ге тең. Біз қазір жаңа теңдеу жазатын кезде осы мәліметтерді қолданатын боламыз. Енді біздің іздеп отырған теңдеуіміздің айнымалысы y. Яғни оның түбірлері y1 және y2. y1 есептің шарты бойынша x1 азайтылған 2-ге тең. x1 азайтылған 2-ге тең, ал y2 x2 азайту 2-ге тең. Мынау санға тең. x2 азайту 2. Тағыда айтам, мұндағы x1 менен x2, мынау 2х квадрат минус 7х минус 3 тең болады 0 деген теңдеудің түбірлері, мұндағы x1 мен x2. Сонымен біздің мақсатымыз b-ні және c-ні табу. Ол үшін Виет теоремасына кері теореманы жасайық. Егер бұл екі сан теңдеудің түбірлері болса, олардың қосындысы минус b-ға тең болу керек деп, көбейтіндісі c-ға тең болу керек қой. Сонда x1 минус 2 және x2 минус 2 түбірлері, бірінші түбірі және екінші түбірі, қосындысы тең болады минус b-ға. Ал көбейтінділері x1 минус 2 менен x2 минус 2-ның көбейтіндісі тең болады c-ға. Осы теңдіктерден b және c-ні тауып алайық. x1 мен x2-ның қосындысын жазып қояйық. x1 қосылған x2 азайту 4 болады. Мұнда минус 2 мен минус 2 қосылғанда минус 4 болады. Тең болады минус b-ға. Енді осы жердегі x1 қосылған x2-ның орнына оқушылар біз мынау жоғарыда жазып кеттік қой, Виет теоремасын x1 мен x2-ның қосындысы неге тең болатындығын. 2-ден 7-ге тең болады. Сонда осы x1 мен x2-ның қосындысының орнына біз жазамыз 2-ден 7-ні. 2-ден 7 азайту 4 тең болады минус b-ға. Сонда минус b тең болады. Ортақ бөлімге келтіріп есептесек минус 2-ден 1 болады бұл жерде. Яғни b-ның өзі плюс 2-ден 1-ге тең болады. Енді көбейтіндісін қарастырамыз. x1 минус 2 мен x2 минус 2-ні көбейтейік. Екі жақшаны бір-біріне көбейтеміз. x1-ді x2-ге көбейтеміз. x1 x2 азайтылған 2x1 2x1 азайтылған 2x2 минус 2 мен минус 2-ні көбейткенде плюс 4 тең болады c-ға. Осы өрнекті ақшамдап жіберейік. x1 көбейтілген x2, мұнан минус 2-ні жақшаның сыртына шығарсақ, x1 қосылған x2 болады. Қосу 4 тең болады c-ға. Енді қарайық, x1, x2 көбейтіндісі бізде белгілі, жоғарыда жазып кеттік, мінекей мынау минус 2-ден 3, сонда осы жерге біз минус 2-ден 3 жазамыз. Азайтылған 2 көбейтілген
x1 мен x2-нің қосындысы 2-ден 7-ге тең. Мінекей. Көбейтілген 2-ден 7, қосу 4-ті жазам. Бұл бізде c-ға тең болу керек. Сонымен c-ны табатын болсақ, 2 мен 2 қысқарады мұнда. Минус 7 плюс 4 минус 3 болады. Сонда минус 2-ден 3, минус 3 тең болады минус 2-ден 9-ға. Міне бізге коэффициенттері белгілі болды. Минус 2-ден 9 және 2-ден 1. Енді теңдеуді жазуымызға болады. Y-тің квадраты қосылған by, не мына түрде ғой біз жазамыз теңдеуді. by, b бізде 2-ден 1-ге тең. 2-ден 1 y, қосу c. c бізде минус 2-ден 9-ға тең. Минус 2-ден 9 тең 0-ге. Міне осы түрдегі келтірілген квадрат теңдеу алдық. Теңдіктің екі жағында 2-ге көбейтіп жіберетін болсақ, онда 2y-тің квадраты қосылған. 2-ні 2 мен 2 қысқаратында y қалады. Азайтылған 9 болады, тең болады 0. Міне осы квадрат теңдеу біз іздеп отырған квадрат теңдеуіміз болады екен.